Сәлем достар, бүгін сіздермен мандариннің адам ағзасына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісеміз. Парақшаға тіркеліп лайк басыңыз. Әсіресе цитрус күз бен қыста вирустық аурулардың алдын алуға қажет. Қыс жақындаған сайын жаңа жыл мерекесінің лебі сезіледі. Шыршамен безендірілген көшелерден мандариннің иісі аңқитын күндер де алыс емес. Себебі азғантай уақыттан соң бұл жемістің науқаны қайта басталады. Мандариндер дәрумендерге бай болып келеді. Сондықтан ол бактерияларға қарсы әсер ететін функцияға ие. Алайда өндірушілердің мандаринді ұзақ сақтау үшін арнайы дәрілермен өңдеуі адам денсаулығына зиян тигізуі мүмкін. Ресейлік мамандардың айтуынша бұл жемістің түрлері витаминдерге, микро және макроэлементтерге, антиоксиданттар мен басқа да пайдалы минералдарға өте бай болып келеді. Ал мұндай заттар зең мен бактериялардың көбеюінің алдын алып, қыста суық тиюден сақтайды. Оның құрамындағы бета-каротин жүрек жұмысын реттеуге ықпал ететін көрінеді. Сонымен қатар диетологтар асқазан және ас қорыту мүшелерінің ауруы бар және асқазан қышқылы жоғары адамдарға мандаринді жегенде абай болу керек деп ескертеді. Бұған қоса олар цитрусты жемісті ашқараңға жеуге болмайтынын айтты. Ескере кетерлік жайт, мандарин қабығын пайдаланбау қажет. Себебі шетелдік өндірушілер мандариннің қабығын оның көп уақыт бойы сақталуын қамтамасыз ету үшін арнайы зеңге қарсы дәрілермен өңдейді. Ал бұл дәрілер денсаулыққа өте қауіпті. Мамандар мандаринді күніне 2-3 штук қана жеп тұруға қажет деп айтты. Сіздермен ақпарат бөліскен Адамант тағам, денсаулықтарыңыз мықты болсын.